Сәлем балалар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жылан оқиғасы. Ертеде орманда бір жылан өмір сүріпті. Ормандағы жануарлардың барлығы одан қорқады екен. Сол себепті де оның достары болмапты. Жалғыздықтан зеріккен жылан өзіне дос іздемекші болып сапарға шығады. Жылан деп ысылдап ұзақ жол жүрді. Ешқандай жануар онымен достасуға батылы жетпейді екен. Жылан не істейді? Isылдайды. Қалай ысылдайды екен? Көңіл күйі түсіп келе жатқан жыланның алдынан бір топ дауысты әріптер шыға келеді. Жылан оларға ормандағы жануарлардың одан қорқатындықтарын айтып, өзіне дос іздеп жүргендігін айтады. Ал дауысты әріптер жыланнан еш қорықпайтындықтарын, онымен достасуға дайын екендіктерін айтады. Дауысты әріптер ән айтқанды жақсы көреді екен. Әрқайсысы әртүрлі дыбыстар шығарады екен. Олар жыланға өздерімен бірге ән айтуын өтініпті. Сөйтіп, олар бірге достасып, ән салады. Олардың әндерін біз де қайталайық. Са-са-са, са-са-са, со-со-со, со-со-со, су-су-су, сә-сә-сә, се-се-се, сө-сө-сө, сө-сө-сө, сө-сө-сө. Әдемі ТВ каналына тіркеліп, келесі сабағымызда жіберіп алмаңыз.